Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Alemdердің Rabbisi, barşalarımızды жоқтан бар етуші Алла Тағалаға мақтаулар мен мадақтаулар болсын. Алла Тағаланың соңғы елшісі, соңғы пайғамбары Мұхаммед Мұстафаға салауаттар болсын. Баршаларыңыздың күндердің сұлтаны болған қасиетті жұма күні жұма намазын оқиын деген ниетпенен Алла үйі мешітке басып келген әрбір қадамдарыңызды Алла Тағала сауаптан жазсын. Қадірменді ағайын, бүгінгі жұма уағызының тақырыбы параны беру де, алу да үлкен күнә деген тақырыпта болмақ. Жалпы парақорлықты шариғат кітаптарында әр-ришуа деп атайды. Әр-ришуа дегеніміз адамның өзінің қызметін пайдаланып, атақ мансабын пайдаланып, ақысыз мүлікті алуын осы әр-ришуа, яғни пара деп атайды екен. Бұл пара дінімізде үлкен күнәлі істерден деп табылатын амалдардан болып табылады. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: Астағфирулла. «Вала таъкулу амвалакум байнакум бил батил» дейді. Араларыңда мал дүниелеріңді бұзық жолменен жемеңдер дейді. «Ва tudlu биха илал хукками ли таъкулу фарикан мин амвалин наси бил исм» дейді. Сонымен қатар адамдардың мал дүниелерінің белгілі бір бөлігін жеу үшін басшыларға пара апарып бермеңдер дейді. Сонда ғалымдарымыз айтады екен, Алла Тағала бұл аятта параны алуға тыйым салған дейді. Параны беруге тыйым салған дейді. Сонымен қатар парақорлыққа делдал болуға да тыйым салған дейді. Өйткені параны көбінесе адам өз емес қызметшісіне, көмекшісіне алдыруы мүмкін. Міне, осылардың барлығын Алла Тағала біздерге бұл барлығынан тыйып тұр. Өйткені хадисте де келеді: «Ла'ана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ар-раши вал-мурташи» дейді. Яғни Алла елшісі параны алушыны және де параны берушіні лағнеттеді дейді. Яғни бұл лағнет деген сөз тек қана үлкен күнәлі болған істерге қатысты қолданылады екен хадистерде. Ал енді біздің дініміздің тәрбиесі сондай: егер де қандай да бір істен тыятын болса, немесе қандай да бір адамның жеке басына қатысты, қоғамға қатысты бір дертті айтатын болса, оның міндетті түрде емдеу жолын, шипасын айтады. Яғни парақорлықтан ада болу үшін, сақтану үшін мұсылман адам не нәрсені білу керек деген кезде ғалымдарымыз бірнеше амалдарды түртіп көрсеткен екен. Соның ішінде ең біріншіден әділ болуға өзін тәрбиелеу дейді екен. Парақорлық ол зұлымдық, білеміз. Оның көріністері өте көп. Мысалға, құжатқа жауапты адам болатын болса, ол лайықты болып тұрған адамның құжатын жібермей, пара алып лайықсыз болған адамның құжатын жіберетін болса, міне бұл зұлымдық болып табылады. Немесе құрылысқа жауапты адам заңсыз салынған құрылысқа пара алу арқылы заңды деп бекітіп беретін болса, бұның барлығы парақорлықтың көріністері. Ал енді Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: «Сәммәғуна лил кәзиби әккәлуна лис-сұхт» дейді.
сондай өтірікке құлақ асып дейді. Әс-сухт жеушілер дейді. Яғни сухт дегенді ғалымдарымыз парақорлық, жемқорлық, арам жолмен келген мал дүние деп түсіндірген екен. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, Абдулла ибн Рауаха атты сахабасын Хайбар деген жерге салық жинау үшін жібереді. Сонда сол жердегі өзге дін өкілдері салықты толығыменен төлемес үшін әйелдердің қымбат жаңағыдай сырға, алтын, неше түрлі дүниелерді алып келіп ұсынған екен. Сонда Абдулла ибн Рауаха пайғамбарымыздың тәрбиесін көрген саңлақ сахаба сол жерде тұрып, бұл әс-сухт деп аталады. Біз бұны пайдаланудан тыйым етілгенбіз деп, олардың алып келген дүниесінен бас тартады. Ата-бабаларымыз білесіздер, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп, әрдайым ұрпағын әділетті болуға үндеген, әділетті болуға насихат еткен. Омардың да басынан өткен оқиға бар. Омар халифа болып тұрған кезде бір елді мекенге өзінің жарын, яғни әйелін бірге ертіп барған екен. Сонда сол елді мекендегі әйелдер Омардың әйеліне ерекше құрмет көрсетеді. Омар үйіне қайтып келген кезде жаңағы әйелдеріне сол елді мекеннің барған әйелдері көптеген сыйлық беріп жібергендігін көреді. Сонда бұл не деп сұрайды ғой? Сонда маған құрмет ретінде сол жердегі әйелдер беріп жіберді дейді Омардың әйелі. Сонда Омар ашуланып, егер де олар бергіш болатын болса, беруді қалайтын болса, мен халифа болмай тұрып неге берген жоқ деп, жаңағы бағалы сыйлықтардың барлығын алып, бәйтул мал дейміз, яғни мемлекет қазынасына тапсыртқан екен. Сол сияқты бұл ауыр дертті емдеудің бір жолы адам баласы өзін қанағатшылдыққа үйрету. Негізінде адам баласының нәпсісі өте тойымсыз болып келеді екен. Баяғыда бір ұстаз өзінің тәрбиелеп жүрген шәкірттеріне өмірлік сабақ бергісі келеді. Сөйтіп бір сапарға шыққан кезде ұстазы мен шәкірттері бір үңгірдің ішіне түнемек болады. Қас қарайып қараңғы болған, сонда шәкірттерінің табанына бір тас батады. Сол жерде ұстаздар айтады екен, мына табандарыңа батқан тастан алғандарыңда өкінесіңдер, алмағандарың да өкінетін боласыңдар дейді. Сонда шәкірттерінің ойы екіге жарылады. Алсақ та өкінеміз, алмасақ та өкінеміз, ендеше алмай-ақ қояйық дейді кейбіреу. Кейбіреу айтады, алсақ та өкінеміз, алмасақ та өкінеді екенбіз. Бір екеуден алсақ ешқандай артығы болмас дейді. Сөйтіп шәкірттерінің біразы алады, біразы алмайды. Бірақ дейді ұстаздары, мен рұқсат бермейінше алғандарың болса, оны қарамайсыңдар дейді. Сөйтіп таңертең таң атқаннан кейін тағы да біраз ұзақ жол жүріп кетеді. Кейін ұстаздар айтады, түнде үңгірге түнеген кезде табандарыңа тас батқан еді. Содан алғандарың да өкінесіңдер, алмағандарың да өкінесіңдер деп айтқан едім. Кәне алғандарың бар ма дейді ғой. Сонда алғандары алып шықса, жаңағы тас емес алтын болып шығады екен. Сонда ананы көрген алмағандары шіркін, неге алмадық деп қалады екен. Ал енді алғандары болса, неге көбірек алмадық деп өкінеді екен. Бірақ ақыретте ертең сондай болады, ғибадат құлшылық қылмаған адам неге құлшылық қылмадым деп өкінетін болса, құлшылық қылған адам неге көбірек құлшылық қылмадым деген өкініште болады екен. Ал енді мұсылман адамға қандай тән сипат дейтін болсақ, мұсылман адам әрдайым қанағатшыл. Пайғамбарымыздың хадисі бар, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Қад афлаха мән әсләмә дейді. Ва рузиқа кафафан ва қаннағу Аллаху бима атаху дейді. Кімде кім мұсылман болатын болса дейді, және де өзінің ризығы өзіне жеткілікті болатын болса, әрі соған Алла тағалаға қанағат ететін болса дейді, ол адам қияметтік азаптан құтылғаны дейді екен.
Шәкәрім бабамыздың сөзі бар, бәріне қанағат қыл да дейді, адал еңбек ет дейді. Яғни адамның адал еңбегіменен, маңдай теріменен тапқан нәпақасының берекесіне еш нәрсе жетпейді екен. Жаңадай парақорлық арқылы, жемқорлық арқылы адам табуы мүмкін, бірақ оның еш уақытта бұл дүниеде де жақсылығы болмайды, ақиретте де оның еш уақытта жақсылығы болмайды екен. Сондай бұл дертті емдеудің ғалымдарымыз көрсеткен жолдарының бірі адам баласы өзіне жүктелген қызметті аманат деп түсіну. Яғни дінімізде қызмет деген нәрсе мансап, атақ, үлкен бір дәреже емес, қызмет ол адам үшін берілген аманат болып табылады. Ал енді қызметін пайдаланып, парақорлық ету, жемқорлық жасау, адал емес нәпақа табу, бұның барлығы аманатқа қиянат жасаудың көріністерінен. Алла Тағала қасиетті Құранда «Инна Аллаха я'мурукум ан туаддул аманати иля ахлиха» дейді. Алла Тағала сендерге аманаттарды өз тиісті болған иелеріне беруді бұйырды дейді екен. Пайғамбарымыздың кезінде де жаңағы жоғарыдағы ұқсас оқиға болған. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, Әз деген тайпаға бір сахабасын зекет жинау үшін жібереді. Сонда әлгі сахабасы зекет жинап келгеннен кейін зекеттің мал дүниесін көрсетіп, одан кейін барып белгілі бір мал дүниені, «Я Алланың елшісі, мынау сізге, ал мынау маған» дейді екен. Сол кезде пайғамбарымыздың жүзінен ашудың белгісі көрінді дейді. Кейін сахабаларының барлығын айтады: расында мен сендердің біреулеріңді Алланың әмірін орындау үшін бір жерге жіберемін дейді. Ол болатын болса, Алланың әмірін орындаудың орнына дүниені алып келіп, мынау саған, ал мынау маған деп айтады дейді. Егер де оған тиісті дүние болатын болса, үйінде отырып сол дүниенің келуін күтпеді ме екен деген екен. Сол үшін әрбір адам өзіне жүктелген міндетті үлкен аманат деп түсінуі қажет. Мұғалім мысалға қарапайым, егер де оған сол жұмыс жасайтын оқу орнында бір қағаздар жүктелген болатын болса, оны қиянат қылып үйіне алып кетуге болмайды. Немесе сол сияқты аспаз адам пісіргеннен алып кетіп жататын болса, күзетші күзеткеннен алып кетіп жататын болса, ұста жасағаннан алып кетіп жататын болса, немесе біреу қызметтегі қол астындағы адамдарды үйіне алып барып жұмыс істететін болса, бұның барлығы негізінде дінімізде қиянат деп табылады. Омар бір күні сапарда келе жатып, қой бағып жүрген бір жас жігітті көреді. Яғни біреудің құлы болып жүрген бір жас жігітті көреді. Сөйтіп, оны сынау үшін сұрайды екен: «Ей қойшы, мына қойларымның арасынан маған біреуін сатсаңшы» дейді. Сонда әлгі жас жігіт айтады екен: «Мен сата алмаймын» дейді. Өйткені бұл қойлардың өзінің иесі бар дейді. Омар тағы да сынау үшін: «Сен ол қойлардың иесіне қойды қасқыр жеп кетті деп айтпаймысың» дейді. Сонда әлгі жас жігіт: «Мен иесіне айтсам айтамын-ау, бірақ барлығын көріп, бақылап тұрушы Алла Тағала бар екендігін қалайша ұмыт қалдырамыз» деп айтқан екен дейді. Сонда жаңағы жас жігіттің бір ауыз сөзіне қатты риза болған Омар ол құлдың иесіне барып, тиісті құнын төлеп, жаңағы жігіттің басына бостандық сыйлайды. Қазақ халқында сөз бар, білесіздер: Құдайдан қорықпағаннан қорық деп айтады. Яғни Құдайдан қорыққан адам еш уақытта ондай қиянатқа бармайтындығын осылай қазақ халқы бір-ақ ауыз сөзбен жеткізген.
Одан кейін адам баласы адал нәпақа табуға өзін үйрету. Дінімізде адам баласы өзінің ақылын жұмыс істетіп, немесе денесін мен жаңағыдай маңдай теріменен адал нәпақа табуының өзі үлкен құлшылық, ибадат болып саналады. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, жұмыс істемей бос жүрген адамдарды жұмыс істеуге үйреткен. Бір сахабасы амандасқан кезде пайғамбарымызға сәлемдесіп қолын берген кезде бірден тартып алады екен. Өйткені қара жұмыстан әлгінің қолы әбден қап-қатты болып кеткен. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, күлімсіреп, әлгінің қолын қайтадан тартып алып, оны көтеріп сахабаларына көрсетіп, расында мынандай қолды Алла менен оның елшісі жақсы көреді деп айтқан екен. Яғни маңдай теріменен адал еңбек етудің дінімізде қадір осындай. Алла Тағала қасиетті Құранда: «Я айюханнас, ей адамдар, кулу мимма фил арды халалан таййиба». Жер бетіндегі адал болған ризықтан жеңдер деп айтады. Абай атамыздың айтатындығы бар: алдау қоспай дейді. Адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол деген екен. Яғни адал еңбекпен, өзінің қол өнеріменен мал дүние табудың қадір қасиетін Абай хакім біздерге осылай деп түсіндіреді. Өйткені білеміз, адам баласы үйіне адал емес жолменен, ұрлықпенен, жемқорлықпенен, параменен алып келген ақшасы еш уақытта ол үйге береке, жақсылық алып келмейді, қайта қасірет алып келуі мүмкін. Пайғамбарымыз айтады, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын: «Лән ядхулал джанната лахмун набата мин сухт» дейді екен. Яғни бұның мағынасы сухтпенен, жаңа айттық қой, сухт дегеннің мағынасы ол парақорлық, жемқорлық, адал емес жолмен табылған нәпақа деп айттық. Яғни сондай нәпақа менен өсірілген ет еш уақытта жәннатқа кірмейді деген екен пайғамбарымыз. Сол үшін де бұрынғы ізгі аналарымыз өздерінің жарларын таңертең жұмысқа шығарып салған кезде айтады екен: құрметті отағасы, біз аштыққа шыдасақ шыдайтын шығарымыз дейді, бірақ ақыреттің азабына, титтей де азабына еш уақыт шыдай алмаймыз. Сол үшін де бала шағамыз менен сізден өтінеміз, үйге алып келген нәпақаңыз адал еңбегіңізбен табылған нәпақа болсыншы деп өсиет айтып шығарып салады екен. Шортанбай Қанайұлы деген бабамыз айтады: билер пара жемеңдер, жанға бейнет кезбеңдер, кісі ақысын алмаңдар, аузына пара салмаңдар деп өсиет қылған екен. Қазақ халқында әдемі сөз бар: құлқынның құлы болма деп айтады. Алланың құлы бол дейді. Яғни құлқын деген жұтқыншақтағы 4 сантиметрдан тұрады екен. Соның құлы болып кетпе дейді. Адам қандай қымбат жерден барып тамақтануы мүмкін, бірақ сол құлқыннан өткеннен кейін асқазанға оның ешқандай парқы болмай қалады екен. Бірақ көп адам баласы сол нәрсені ұмытып кетеді. Алла Тағала баршаларымыздың шынайы ниет, адал еңбегімізбенен дүние ақиретімізге пайда тигізетін, нәпақа табатын Алланың сүйікті құлдары қатарында болуымыз нәсіп қылсын. Егер де бізге қандай да бір қызмет жүктелетін болса, соны аманат деп біліп, сол қызметіміз арқылы халқымызға, жұртымызға, ұлтымызға шамамыз келгенше пайдасын тигізіп қалуға тырысайық. Шәкәрім бабамыздың әдем айтып кеткен сөздері бар: адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл дейді. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін,
нәпсіңе билетпе басыңның бағышын. Өміріңді сарп қып өлгеніңше жоба тап, жол көрсет келешек қамышын дейді. Қайтадан қайырлып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте төккейсің, ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің дейді екен. Яғни сол қызметіміз арқылы бір ғибратты із қалдыруға шамамыз келгенше тырысып кетуіміз қажет екен. Алла береке, жақсылығын беріп, оқитын жұма намаздарымызды қабыл етіп, жұмадан жұмаға сау сәлемет, амандықта жетуімізді жазғай. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин бирахматика я архамар рахимин. Аллаху